Адамзатқа үш өсиет. Ілгеріде өте ақылды әрі дана бір патша өмір сүріпті. Ол ажалы жақындап, өмірден өтетініне көзі жеткен шағында балалары мен уәзірлеріне мынадай үш өсиет қалдырыпты. Мені жерлеуге алып шыққанда денемді қабір басына дейін тек дәрігерлерім ғана көтеріп апарсын. Денемді алып шыққанда мына жатқан жерімнен көріме дейін алтын күміс теңгелер шашып отырыңдар. Екі қолымды кебіннен шығарып, салбыратып, ашылған күйде қалдырыңдар. Патша өсиетін мұқият тыңдаған бас уәзір оған барлық өтініштерінің орындалатынын жеткізіп, олардың мәнін түсіндіруін өтінеді. Сонда патша терең күрсініп, осы күндері бір нәрсеге көзім толық жетуде. Артымда қалғандарға соны сабақ ретінде қалдырып кеткім келеді. Бірінші өсиетім, адамға өлім нақты келетін болса, тіпті қасындағы мықты дәрігерлердің өзі де одан құтқарып ала алмайтынын, әрі өмір мен денсаулық ешбір адамның қолында емес екендігін түсіндіру еді. Екіншісі, мал дүние жинап шаршаған уақыттарымыз бекер кеткен екен. Сүйіп өткен алтын күмісімізге дейін артымызда шашылып қалады деген шындықты ұғындыру еді. Үшіншісі, өмірге келгенде қолымыз бос келіп еді. Кетіп бара жатқанда да дәл солай бос күйі аттанады деген ақиқатты еске салу деген екен.